Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Күйеуімен ерегісіп, негірмен төсектес болған әйел. Көзім ілініп кеткен екен. Ас үйден әйелім мен көрші үйдегі келіншектің шай ішіп, әңгіме айтқан дауыстары оятып жіберді. Екеуі де әлденені қызу талқылап жатыр екен. Қалай екен деп әйелім сұрап қояды. Сұмдық, мұндай күшті еркекті кездестірмеппін. Аймалап сүймеген жері жоқ. Тіпті айтуға аузым бармайтын жерге дейін сүйді. Мұндайды көрмеген мен байғұс балқып жата беріппін. Расында олардың ана жері тым үлкен болады екен. Байым менікі үлкен, қазақтың жігіттері де мұндай үлкен мүшелі еркектер аз деп басушы еді. Ана негірдікі одан екі есе үлкен. Мас болып жатып ұстап сипап көрдім. Сұмдық, айызыңды қандыра денді. Көрші еркек үздіге сөйлеп әңгіме айтып жатыр. Ту, қап-қара адаммен қалай жаттың, жеркенішті емес пе? Байыңды қалай айырбастап жүрсің? Білсе өлтіреді ғой. Негірді қайдан таптың? Әйелім де сұрап өліп бара жатыр. Шамасы оған да көрші келіншектің айтқандары әсер етсе керек. Көрші келіншек деп отырғанымның аты Сабина. Жасы 30-ға толмаған, керіліп қалған сымбатты қатын. Өте өңді. Сонысын өзі сезеді. Содан болар әдемі киінеді, жұпар иісті су сеуіп жүреді. Үнемі қысқа юбка, не болмаса тырыстырып джинсы киеді. Күйеуі де жаман емес, жүрген сал-сері. Тамада болып той-томалақ қуып жүргені, жалғыз баласы бар. Ол балабақшада. Әйнегірді әдейі іздеп жүр дейсің бе? Леомен таксимен таныстым. Бірде жұмыстан үйге жайырақ қайттым. Жаңбыр жауып тұрған. Такси тоқтаттым. Bir көлік тоқтай қалды. Баратын жерімді айтып едім, келісті. Артқы есікті ашып кіргенім сол еді. Өңкиіп бір қап-қара адам отыр. Негір екен. Артқы есікті жауып жүргізушінің жанына отырғым келді да, қойшы, негір болса мені жембейтін шығар деп ойлап жанына отыра салдым. Қысқа көйлек кигенмін ғой. Әлгі негір аяғыма, бетіме қарағыштап отырды. Жаңбыр жауып тұр. Жолдың бәрі пробка. Bir кезде әбден шаршады ма? Жүргізуші бала, сіз түсіп қалсаңызшы, баратын жеріңіз алыс. Басқа көлікке отырыңыз. Мынаны қонақ үйге жеткізіп тастасам да, деп мені апарудан бас тартты. Жаңбыр құйып тұр. Неге түсем? Онда неге алдың? Қазақтың бәрі осы. Аларын алып алады да, сәл бір нәрсе болса, бұлт етіп шыға келеді. Түспеймін, апарасын деп әлгі жүргізушімен айтыса кеттім. Не үшін айтысып жатқанымызды негір түсінген секілді. Парень, давай отвезем девушку, потом меня. Я за девушку двойной буду оплатить деп жүргізушіні көндірді. Негірдің әлгі сөзіне риза болып қалдым. Нағыз джентльмен екен деп қоямын. Оған күле қарап рахметімді айттым. Содан екеуміздің сөзіміз жараса кетті. Мен түскен жерден ол да түсіп, қол шатырын ашып, үйге жақындатып тастады. Біреу көрсе ұят болар, осы жерден қайтыңыз дедім. Болмай телефонымды алған. Ертеңіне звондап тұр, сөйлестік. Түскі асқа шақырды. Рахметімді айттым, бара алмаймын. Күйеуім отбасым бар, хабарласпа дедім. Бірақ ол үнемі қоңырау шалып тұрды. Телефон көтермеу мәдениетсіздік. Амалсыз сөйлесіп қоямын. Бірнеше рет такси жалдап келіп үйге жеткізіп тастады. Ресейде, Мәскеуде жұмыс істейді екен. Алматыға 1 ай іс сапармен келген. Медеуге Шымбұлаққа бірге барайық, қыдырайық деген. Бармадым. Өйткені біреу-міреу көрсе, масқара ғой. Пәленбай деген тамаданың қатынын негірмен жүр деген өсек гу ете түспей ме? Сабина, сен маған қатты ұнап қалдың. Басқа жерге бармасаң да, мен тұрып жатқан қонақ үйде кездесейік. Кофе, виски ішіп әңгімелесейік. Ешкім көрмейді. Жаман ойлама деп талай шақырды, бармадым. Бірақ бірде күйеуім той басқаруға кеткен. Ертеңіне түсті, бірақ келді. Шаламас. Жуынып жатқанда көріп қалдым. Тамағын, төсін біреу әбден сүйіп, ізін қалдырып, тістелеп тастаған. Тас-талқан болып төбелестік. Явно көріп тұр. Біреумен көрініп тұр. Біреумен жатып әбден ойнап келгені. Қалай шыдайсың? Сен қыдырсаң, мен де қыдырамын. Қарада тұр деп айқайладым. Бұрындары да күйеуімнің қыдырғанын сезетінмін, бірақ ақша келіп жүр ғой деп үндемейтінмін. Бірақ дәл мұндай көгала қойдай болып, тамағы, төсі бәрі засос болып келгенін, бұл жолы армансыз ойнағанын көріп тұр.
дүйсенбі күні жұмысқа барған бетте Леонға өзім хабарластым. Вискиің қайда? Ішейік дедім. Іштегі күйік қызғанышты сонымен басқым келді. Ол қуана келісті. Жұмыстағыларға ауырып тұрмын деп түсте шығып кеттім. Леон жақсы қарсы алды. Виски іштік. Сәл масайғандай болдым. Соны сезді ме Леон құшақтап сүйе бастады. Қалай шешіндіргенін білмей қалдым. Өте епті екен. Кешке дейін ақ төсекте армансыз аунатты. Мұндай күшті болар ма? Үйге әрең келдім. Күйеуім ішкенімді бірден білді. Жұмыстағы дос қызымыздың туған күні болды. Шараптан аздап ауыз тидім дей салдым. Кешегі жағдайға байланысты тағы бір дау туып кетер деді ме, қайтып үндемеді. Содан бастап Леонмен тағы 2 рет кездестік. Оған дейін төсек ләззатының не екенін дұрыс білмей келіппіз. Нағыз рахат еркектің сені нағыз кайф екен. Леон соны түсіндірді. Амал не? Ол Мәскеуге қайтып кетті. Тағы келіп жатсам хабарласамын деген. Келетін шығар. Істің адамы ғой. Міне сөйтіп күйеуіме ренжимін, оны қызғанамын, өш аламын деп негірмен жатып шықтым. Бірақ өкінбеймін. Ол маған өлшеусіз ләззат сыйлады. Осыны айтқан Сабина қарқылдай күлді. Бұдан ары шыдап жата алмадым. Орнынан тұрып жуынуға беттеп едім. Ағай, амансыз ба? Тұрдыңыз ба? Қой, мен үйге барайын. Біраз отырып қалыппын деп Сабина лып етіп орнынан тұрып, бөксесін 2 жаққа лақтыра басып үйден шығып кетті. Шайға отырған әйелім маған үңіле қарады. Сволыштың қатыны. Сен де маған менсінбей қарап, негірмен жатайын деп жүрсің бе деп бұрқ еттім. Өлә не дейді? Бүкіл әңгімемізді тыңдағасың ба? Ұят-ай, 50-ге келген сары қарын қатынға негір тұрмақ, көрші үйдегі шойнақ шалда қарамас. Елдің бәрі Сабина емес қой. Әркіммен бір жатып келіп, сол жатқан еркегін маған келіп мақтайтын. Ана байын аяймын, тамадамын деп той деп шапқылап жүргені. Ал мына жақта қатыны байы тапқан ақшаны қалтаға салып, киініп алып, жұмыстағы бастығымен де ойнас, негірмен де ойнас болып жүр. Біз басқа адамбыз, ондай әңгімені айтпашы деп әйелім шай құйған кесені маған итере салды. Расау, байым біреумен жатып қойды. Одан мен қалуым керек деп өзгемен жатып жүрген Сабинаның өмірі не өмір? Олар қандай отбасы? Біреумен жатып келіп өкінбеймін де өзі сұмдық емес пе? Мұның арты неге апарып соғады? Бүйте берсе ажырасып тынады-ау. Басымды бір шайқап, шайды бір жұтып орнымнан тұрып кеттім. Әңгіменің соңы.